Бер кел қане, бер кел. Не істеп жатырсың, жібер! Бер қара Кендал, сенен бір-ақ нәрсені сұрайым. Егер сөзді көбейтіп жіберсең, не болмаса маған өтірік айтар болсаң, рас айтам, бұл жол сені кешірмеймін. Естіп тұрсың ба? Қара, үстімде формам да жоқ. Бұл жерде қазір тек Кендал мен Оғыз тұр. Түсінемісің? Айтпады деме. Бұл жол сенің көзіңді құртам. Наринмен не үшін ұрыстыңдар? Жауап бер. Наринге Фратаға жайлы не дедің? Айтқане, Нарин саған не үшін қару кезеді? Демек әлгі Саршайын деру жеткізген екен ғой. Жағамнан алма, бәрін түсіндірем. Тыңда, бұл жолы менен оңайшылықпен құтыла алмайсың. Не істемексің, жібер қане! Бер қара, өз-өзіне қол салатындай Наринге не дедің? Не деуші едім, жібер қане! Тыңда Кендал, осы тұрған жеріңде өлгің келмесе, жылдам жауап бер. Жетер енді. Есіңді жи, командир. Егер Нариннің өліміне себепші болсаң айтпады деме, сені өз қолыммен өлтірем. Не деп тұрғаныңды өзің естимісің, командир? Формаңа сенбе, бұның өтемі ауыр болады. Егер Нариннің өліміне қатысың болса, өмірмен қош айтысуға тура келсе де, сенің сазайыңды тартқызам. Сен кімсің? Нариннің өлімі үшін кек алатындай сен кімсің? Менен есеп сұрауға қалай дәтің барады? Бар кінәні маған артық қойып, өзің жайбарақат жүрмексің ғой, солай ма? Бері қара, командир. Кім көрінгеннің сөзіне еріп, менен есеп сұраушы болма. Ол жерде есеп сұрайтын кісі сен емессің, менмін. Өлімді өзіңе баурап алдың. Оны босқа үміттендірдің. Ақыр соңында оны тастап басқа елге үйленбекші болдың. Байғұс Нарин саған сеніп қалды. Жаны қалай ауырғанын кім білсін. Өз-өзіне қол салуға дейін барды. Өшір үніңді. Не болды? Ар намысың маза бермей тұр ма? Өзіңді ақтап алуға тырысып, маған кінә артайын дедің бе? Нариннің өліміне мені кінәлаушы болма. Кінәлай алмайсың. Өлімді өлімге итермелеген мен емеспін. Мына сенсің. Нариннің өліміне сен де кінәлісің. Сен! Енді осындай ауыр жүкпен өмір сүруге тиіссің. Нарин, мен сөзге келгендіктен емес. Сенің жалған махаббатыңның кесірінен жан қиды.